Табиғи шөппен ақ табысты кәсіп жасаудың сыры неде? Алматылық кәсіпкер халық еміне қызығушылықтың соңы үлкен бизнеске қалай айналғанын айтып берді. Көнені жаңғыртып жүрген Сүлеймен Маралбай кезінде бір бөлмелі үйде кәсіп бастап, қазір медициналық орталықтарымен да 100-ден астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Сүлеймен Маралбай бұл салаға кездейсоқ келген жоқ. Ұзақ жыл ізденіп, шетелде білімін жетілдіріп, 5 жыл бұрын орталық ашуға бекінген. Қазақ даласында мыңдаған шөптің түрі бар. Бұрын бабаларымыз қасиетін біліп пайдаланғанмен, қазір ұмыт қалған қазақ емді жаңғыртуға тәуекел етіпті. Талай жыл тау тасты, түрлі өлкен аралаған еңбегі, ізденісі еш кетпеген. Осыған дейін Қазақстанда көптеген жаңағы медициналық орталықтарды көрдім. Көбісі жаңағы Қытай медицинасы, Тибет медицинасы, ұйғыр медицинасы деп солай ашқанда, бірақ қазақтың емін жалғастырып, соны жаңғыртып жатқан ешқандай медициналық орталық болмағаннан кейін мен осы медицинаның жұмысын қолға алуды шештім. Ұлт саулығы адам капиталының басты қазығы. Сүлеймен Маралбай оны жете түсінеді. Орталықты ашқандағы о бастағы ойда антибиотиксіз шөп арқылы азаматтардың денсаулығын оңалту еді. Мұнда әсіресе асқазан ауруымен алысып, дертке шипа іздегендер келеді. Немерем ауырып, судырғысы бар, дұспысы бар. Соның менен осы екінші айым, бірінші айдың дәрісін алып іштік, бір ай жақсы тәсір етті. Осы екінші келіп тұрғандарымыз. Кәсіпкер тек Алматыдағы осы орталықта 70 адамды жұмыспен қамтып отыр. Аз уақыттың ішінде кәсібінің өрісі кеңейіп, елдің 10 қаласында кеңселерін ашқан. Мұнда тек шөппен емдеуден бөлек арнайы курстар бар. Тек қана бізде осы шөппен емдейтін ғана жаңа сала емес, қосымша жаңағы бізде әртүрлі мысалы алғашқы көмек көрсету дейді, жаңағы адамдарға қалай укол салу, қалай жаңағы бір шұғыл жағдай кезде жаңағы қандай көмек көрсету, давлениесі көтеріліп жатқанда қалай көмек көрсету сияқты күнделікті алғашқы көмек көрсету курстары бар. Жаңағы массаж үйрететін курстары бар. Сонымен бірге жаңағы ине салу курстары бар. Отандық медицинаның жаңа қырын дамытуды, шетелге танытуды мақсат еткен азамат елдің ертеңі тек еңбек еткен адамда деген қағиданы берік ұстанады. Қазіргі жетістікке тоқмейілсімей, одан әрі бұл салаға тереңірек бойлап, зерттеуін тоқтатпақ емес. Асқарбек Қазанғап, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы.